Сәлеметсіздер ме? Жаңа толқынның тұрақты көрермендері, бүгін бізде қонақта математика ғылымын жан-жақты меңгерген жас маман, сонымен бірге нызымы биыл ұбт-ға оқушыларды дайындауда репетиторлықпен айналысқан және де өзінің жеке білім беру орталығында ашқан, қазіргі таңда 25 хай-скулда мектеп директорының орынбасары қызметін атқарып жүрген Ләтіш Әбілпәс. Қарсы алыңыздар. Ендеше сұрағымызды бастайтын болсақ, жалпы сіз мұғалім мамандығын неліктен таңдадыңыз? Неліктен? Жалпы мұғалім мамандығын мен таңдауда ең бірінші сол Назарбаев зияткерлік мектебінде оқып жүрген кезімде, 11 сыныпта өзімнің математикадан беретін Мұрат ағай мен Сәкен ағайларым көп өзінің ықпалын тигізді. Сол кісілермен жақсы дайындалып, жақсы білім алып жүріп, мен негізі сабақ беруді, түсіндіруді, яғни сол мектептен бастаған болатынмын. Мектепте жағдай өзімнің достарыма математикадан көмектесу арқылы. Одан кейін 2016 жылы мектеп бітірер шағында Жолдасбеков атындағы халықаралық математика пәнінен олимпиададан ғылыми жобалар сайысынан 400 оқушының ішінен бірінші орын алып, ғылыми жоба қорғап, сол, яғни бірінші орын алғаннан кейін менде уже қызығушылық оянды. Одан әрі қарай математиканы оқуға, зерттеуге, содан кейін сол математика саласында белгілі бір жетістікке жету. Сол нәрсе көп қызығушылық оятты. Сөйтіп мен математиканы таңдадым. Одан кейін сол студент шағымнан бастап кәдімгі оқушыларды өзім, менің даже ең бірінші оқытқан оқушыларым жаңағыдай үйлі баранды болып отырған оқушылар да бар. Өзімнен бір жарым жас қана кіші 2001-2000 жылғы оқушыларды оқытып бастаған Алматыда жүрген кезде. Студент болып жүргенде бастадыңыз, оқушыларды оқытуды. Өте жақсы. Жалпы сіздің ойыңызша қазіргі таңда заманауи жас маманның бойында, жас мұғалімнің бойында қандай құндылықтар болуы тиіс? Және сіздің бойыңызда қандай құндылықтар? Жалпы менің ойымша жақсы мұғалім болу үшін, енді өзімді күшті мықты мұғалім деп айта алмаймын, себебі өзімнің Назарбаев зияткерлік мектебіндегі мұғалімдерім тұрғанда ол кісілерге жету әлде қайда мен үшін өте ұзақ жол деп айтайын. Бірақ негізі менің ойымша ең біріншіден баланы жақсы көру керек, баланы түсіну керек, сосын балаға мотивация бере алу керек, сосын баланың өмірлік миссиясын анықтауда сіздің де, то есть мұғалімнің де рөлі өте үлкен. Сонымен қатар ол миссияны анықтауда мұғалімнің де миссиясы соған сәйкес ұқсас болу керек. Яғни оны өмірлік ұстаныма сәйкес келу керек. Өте дұрыс айтасыз. Жарайсыз. Демек, осы қасиеттер сіздің бойыңызда қалыптасып келе жатыр. Қалыптастыруға мейлінше тырысамын. Балаларды жақсы көретін рас, қалғандармен сол жұмыс жасап, мейлінше сол жағын әрине сәттілік. Жалпы қазіргі таңда біз байқайтын болсақ, мұғалім мамандығына сұраныс артып жатыр. Қалай ойлайсыз, мұның себебі неліктен? Мұның себебі, енді негізі банальный себебі, негізі мұғалімдердің айлығы өсіп жатыр. Материалдық жағдай. Материалдық жағдай. Бұл әрине негізі қуантады. Себебі бұл мұғалімдердің статусын көтереді деп айтсам болады. Негізі жалпы мұғалімдер, мысалы Жапонияда ең құрметті адамдар олар мұғалімдер. Сол себепті мұғалімдердің айлығының көбеюі, мұғалімдердің статусының көбеюі, ол негізі өскелең ұрпақтың өте білімді болып өсуінің ең бірінші қадамы деп білем. Себебі ол жерде қанша жерден айлығын көтерсе, яғни ол жерде конкуренция артады деген сөз. Бәсекеге қабілеттілік басым болады, мұғалімдік спростағы мамандық болады, яғни сұраныстағы мамандық болады. Мысалы, бұрын, мен біздің түсетін оқуға түсіп жүрген кездерімізде, мысалы, жаңағыдай ұбт-дан
мысалы 125 балдың кезінде мысалы 75-80 жинасаң, ой, мұғалім бола салам ғой дейтін деп айтады, мысалы балым жетеді ғой деген сияқты. Ал қазір жалпы мұғалім педагог болу үшін ұбт-дан кемінде мысалы 100 балл алу керек деген сияқты. Яғни бұл жерде мұғалімдікті тапсыратын оқушылардың өзі, сол мамандыққа баратын жастардың өзінің білім деңгейі сай болу керек дегенді білдіреді. Сол себепті бұл өте қуантарлық жағдай. Иә. Енді қазіргі таңда мен математиканың шарықтау шегіне жеттім деп айтпаймын, иә, мысалы қандай да бір ғалым профессор емеспін, бірақ оқушылардың мектеп деңгейіндегі жаңағыдай қазіргі таңда мектепті бітіру үшін, яғни университетке түсіру үшін оқушы не істеу керек? ұбт тапсыру керек. Яғни ол ұбт-да тапсыратын, то есть білім деңгейі, то есть оларға, оқушыларға беретін менің білім деңгейім жеткілікті. Бірақ енді жаңа айтқандай оқушыларға құр білімді беріп қалу ол жеткіліксіз. Оқушыларға әрқашан мотивация беру керек, жаңағы құндылықтар беру керек, оның өмірлік жасауға көмектесу керек, оған мотивация беру керек. Мысалы, қандай да бір адам біреуге мотивация беру үшін ол сені үлгі тұту керек. Ал ол үлгі тұту үшін ол адам қандай да бір жетістікке жеткен адам болу керек. Яғни мен сол болашақта өзімнің кез келген менің алдыма келіп жатқан шәкірттер, оқушылар менен алып шабыттанып мотивация алу үшін мен кез келген салада белгілі бір жетістікке жеткен, яғни үлгі тұтып айта алатындай адам болғым келеді. Сол себепті мен осы соңғы жарты жылдықтың көлемінде қазір жасанды интеллектке қызығып, жасанды интеллектіні зерттеп, сол бойынша жаңағыдай ата-аналарға семинар өткізіп жатырмын, мұғалімдерге семинар өткізіп жатырмын. Сонымен қатар кеше өткен аптада бізде 2 апталық мектебімізде лагерь болды, яғни жасанды интеллектіні үйрететін оқушыларға лагерь. Ол жерде балалар жасанды интеллектіні үйренді. Сонымен қоса кәдімгі өзіміздің мектептің білікті мұғалімдерінен дәріс алды, математикадан, логикадан, ағылшыннан, және жаратылыстану бағытындағы басқа да пәндерден білім алды. Одан кейін түстен кейінгі уақыттары балалар жаңағыдай полный активитилерге уақыт бөлінді. Жаңағыдай бассейнге суға түсті, бір күні концерт болды, бір күні биледі, бір күні жаңағыдай компьютер ойындарын, PlayStation ойнады деген сияқты, балалардың сосын пикникке шықты. Мысалы, сіздер жасанды интеллектіні оқушыларға үйретіп жатсыздар, иә? Осы тұста сол оқушылар өзінің жаңағы мысалы шығармашылық жазылым жұмысын біз оларға эссені берсек, үй жұмысы ретінде, олар осы жасанды интеллектінің көмегіне жүгіне отырып, тапсырманы өздері орындамай, ертеңгі күнде дағдылары төмендеп кетпей ме? Бұл жерде сұрақ көшіріп алмай ма деген. Енді мен былай айтайын. Жасанды интеллект қазіргі заманның, то есть ең соңғы пайда болған инновациялық технология. Жалпы жасанды интеллект түсінігі осыдан 70 жыл бұрын қалыптасқан термин, бірақ технологияның дамуына байланысты осы соңғы 2 жылдықта ғана оны іске асыру мүмкін болып отыр. Мысалы, қарапайым біздің үйде жүрген барлық әйел кісілер, мысалы, қызығатын робот пылесостың өзі жасанды интеллекттің негізінде жұмыс жасайды. Автопилот режиміндегі машиналардың өздігінен жүруі, ол да жасанды интеллект негізінде жұмыс жасайды. Жаңағы автопилотта жұмыс жасайтын дрондар бар. Сонымен қатар жаңағыдай көптеген жерлерде уже жасанды интеллект операторлар да жұмыс жасап жатыр. Яғни қазіргі заманның бұл талабы. Ол оқушыларға жаңағыдай дағдылары түсіп кетеді, олар көшіріп алады деген сияқты зияндарын ойлап қарайтын болсақ, ол әр нәрсенің біз қорқа береміз. Менің ойымша біз керісінше жаңа білімге ашық болуымыз керек. Өйткені ол жаңа технологияны, жаңадан пайда болған дүниені ол адам өзіне пайдалы ретінде қолдана ма, әлде өзінің зиян ретінде пайдалана ма, ол әркімнің өзінің жеке таңдауы болып табылады. Егер шынымен адам өзінің дамуы үшін пайдаланам десе, ол өте жақсы, өте үлкен, өте пайдалы инструмент болып табылады. Дегенмен оларға осы жасанды интеллектіні пайдаланудың мәдениетін де түсіндіріп кету керек. Мәдениетін де түсіндіріп. Сол кезде өте тиімдірек болады. Жақсы. Енді қазіргі таңда soft skills, яғни икемділік дағдыларды дамыту деген белең алып жатыр, иә? Мысалы, сіз сияқты, өзіңіз сияқты табысты жас маманның бойында қандай soft skills, икемділік дағдылар болу керек? Мәселен, уақытты тиімді пайдалану, көшбасшылық, өзін өзі ұстай білу мәдениеті. Сіз қалай ойлайсыз? Сіздің бойыңызда осының қайсысы жақсы дамыған? Және мұны құпиясымен бөлісер ме едіңіз? Енді менеджмент па? Менің ойымша, негізі әр адамның бойында белгілі бір қасиеттер бар, дағдылар бар. Мысалы,
жаңағыдай уақытын тиімді пайдаланылмайтын адам деп айтады, мысалы тайм менеджмент деп айтып отырып, болмаса басқа да қасиеттер бар. Негізі мен өзімді бір қатты успешный адам деп айтады ғой, табысты, яғни белгілі бір жетістікке жеткен адам деп әлі де өзімді санамаймын. Сол жолда жүрмін қазір. Енді белгілі бір жоқ, мына нәрсені болу керек, мына нәрсе болу керек мен нақты айта алмаймын. Бірақ тіпті жаңа өзі осы белгілі бір салада жетістікке жеткен адамдарды бөліп қарайтын болсақ, ол адамдардың да көзқарастары қаншама тарапқа бөлінуі мүмкін. Бірақ мен білетін бір нәрсе бар. Адам бірінші өз-өзін танып білу керек. Өзінің барлық таланттарымен, жаңағы өзінің қасиеттерін толықтай білу керек. Сосын өзінің кемшіліктерін де толықтай білу керек. Сосын сол кемшілік, сол өзінің бойындағы қасиеттерді барынша тиімді пайдалануға тырысу керек. Сосын кемшіліктерін өзі қабылдау керек. Одан кейін ең біріншіден жаңағыдай бір алдына қойған мақсаттың, алдына қойған бір ойдың түбіне жету үшін адамда ең бірінші менің ойымша табандылық пен сенім керек. Табандылық ешқашан жеңілмеу керек. Екіншіден сенім. Яғни ол барлығы жақсы болады деген сенім. Ол жерде енді діни көзқарастармен айтпай ақ қояйын, адамдардың жаңағыдай барлығына всеобщий көзқараспен айтайын, адам сену керек. Адам сену керек барлығы жақсы болатынына. Екіншіден, сол өзінің ойлаған іс-әрекеттерінің жүзеге асыра алатынына. Екіншіден, оның алдында сол керемет жетістіктер мен армандарының орындалатынына сену керек. Яғни соған сену керек болды. Ары қарай ешкімді тыңдамау керек, тек өзің алға қарай басу керек, ұмтылу керек, іздену керек, ұйқыны ұмыту керек деген сияқты. Ұйқыда керек еді? Уақытылы қою керек деген сияқты. Өйткені мен білемін, негізі жалпы осы бүкіл өзімнің қасиеттерімді, кемшіліктерімді барлығы танып білуге сол негізі ең бірінші университет былай тұрсын, жаңағыдай өзімнің жеке опытпен келген жұмыс тәжірибем былай тұрсын, негізі сол Назарбаев зияткерлік мектебінде қалыптасқан дағдылар бұның барлығы. Сол жерде қалыптасқан дағдылар, себебі мен сол жерде көрдім. Бір жетістікке жету үшін ұйықтасаң да, тұрсаң да, ойында сол нәрсе болу керек. Кезінде мұғалімдер айтатын еді ғой. Фокус дейді ғой. Мұғалімдер айтатын еді ғой. Оятып жіберген кезде осыны айтатын болды. Мысалы, менің ойымша сол сияқты адам ұйықтаса да, тұрса да бір арманмен, бір мақсатпен оянып тұру керек, яғни ұйықтап тұру керек. Сол кезде мысалы жаңа өзі ғылыми жобаға мен дайындап жүрген кезде менде дәл сондай болды. Ғылыми жобаға тамақ ішіп отырамын, сол нәрсені ойлаймын. Сабақта отырамын, сол нәрсені ойлаймын. Ұйықтауға жатамын, сол нәрсені ойлаймын. Даже кейде даже түсіме келеді бұл нәрсе. Соны қорғап жатқаным, мен ол нәрсені бір есепті жаңағыдай 3 ай шығарғанмын да өзі. Бір есепті 3 ай шығардым. Күнде шығарам, қате шығады. Күнде шығарам, қате шығады. Вроде дұрыс сияқты. Қайтадан былай бір ойланып, миымды бір тазартып қаларсам, уже дұрыс емес. Қайтадан шығарам. Жаңа айтады ғой, анау кім бізде Томас Эдисон нені лампочканы ойлап тапқан кезде жаңағыдай. Оның алдында қаншама лампочкасы дұрыс жанбаған деген сияқты. Дәл сондай болды. И сол жерде түсінгенім, көре беру керек, әйтеуір нәтиже шығарамыз. Дұрыс айтасыз, жарайсыз. Енді осы тұста сіздің жалпы жеке мынау бизнесіңіз, кәсібіңіз оқу орталығын ашумен байланысты болды, осы оқу орталығын ашу туралы кәсібіңізді айтып жіберсеңіз, жалпы қазіргі таңда бір жағынан былай қарасақ, оқу орталықтары өте көп. Сұранысқа ие деп те айтуға болады, бәсекеге қабілеттілік деп айтуға болады, бірақ екінші жағынан қарағанда бұл сапаға жауап бермей қалмай ма? Оқу орталықтарының өте көп ашылуы тек қана табыс көзін ғана мақсат еткен бизнесмендер үшін, бұлар яғни сол бизнесмендердің ғана өздерінің табыс көзін молайту мақсаты ғана бірінші орынға шығып кетіп, мынау оқушылардың дамуы екінші орынға түсіп кетпей ме? Негізі менің ойымша, негізі санның көбейгені жақсы. Экономика тілімен айтатын болсақ, қалай біреуі тұтынушы, ол бізде ата-аналар, екінші жаңағы оларға ұсынушы, яғни кәсіпкерлер. Адамда
кезінде сол коммунизм кезінде, кеңес үкіметінің кезінде адамдарда жаңағыдай не жаңағыдай белгілі бір продуктке деген, жаңағыдай тауарға деген оларда таңдау болған жоқ. Дүкенде не бар соны алады. Қазір халықта қандай магнум бар, басқа да көптеген смол бар, көптеген дүкендер бар. Барады, қалаған нәрсесін таңдап алады. Дәл сол сияқты саны көбейгенмен ол жерде қарапайым халық та ақымақ емес қой. Таңдау жасайды. Ол кезде таңдау бар. Ал егер саны көбейген сайын ол жерде монополистер болмайды. Адамда жеке таңдау болады. Яғни ол жерде керісінше оқу орталықтары, тіпті жеке мектептердің өзі ол кезде барынша сапаға жұмыс жасауға тырысады. Ал егер жоқ, бір ғана монополист болатын болса, мысалы елестетіп көріңіз, Қызылорда қаласында бір ғана оқу орталығы бар дейміз. Ол монополист болады ол кезде. Ол бағасын қояды. Ата-аналар ол бағаға оқытса да, оқытпаса да сол баға. Өйткені басқа таңдау жоқ. Сапаға да дәл сондай. Сапа ол төмен ба, жоғары ма, ол жерде ешқандай рөл ойнамайды. Өйткені басқа амал жоқ сол жер. Ал егер саны көбейсе, керісінше біз қуануымыз керек, өйткені адамдарда таңдау болады, сапаға көп жұмыс жасайды, конкуренция пайда болады. Конкуренция болған кезде, яғни тіпті бір бағаны да ұстап тұруға тырысады, яғни бір монополистке бір үлкен жоғарғы баға қоя алмайды. Олардың арасында сол, яғни бір оқу орталығы сәл қымбаттау болса, яғни ол не деген сөз, ана оқу орталығына қарағанда жақсырақ сапа ұсыну керек, немесе қызмет көрсету несі ауқымдырақ болу керек деген сияқты. Осы тұста енді сіз қандай кеңес бересіз? Осы оқу орталығын ашам, бизнеспен айналысам деп жүрген жандар үшін, жастар үшін қандай кеңес бересіз? Енді мен мұғалімдік кеңесті жақсырақ бере аламын, кәсіпке кеңеске қарағанда. Бірақ ең бірінші сол көп көп ақша іздеп керек емес. Кішкентайдан бастау керек. Менің өзім карантин жылы аштым. Сол бар болғаны бір 200 мың теңгемен ғана аштым. 70 мың, 80 мың теңгесі арендасына кетті. Қалғандары реклама істеуге, қалғандары жаңағыдай өзім листовка шығарып соны таратуға деген сияқты. Сондай, яғни бір кабинет алып бастай берсе болады. Қорықпай бастайды болады, егер адам өзінің біліміне сенімді болса. Өзінің білімде сенімді болса. Себебі Қызылордада ең бір жақсы жері, адамдар сапаға көп мән береді. Сосын бізде сарафанный жақсы жұмыс жасайды. Сарафанный деп айтады ғой, сарафанный радио жақсы жұмыс жасайды. Яғни рекомендациямен бір кісі мысалы келіп, балаңызды қайда дайындадыңыз десе, осындай деген математик бар, Арман деген мұғалімі бар. Сөйтіп іздеп келе береді. Ең бастысы сапаға жұмыс жасау керек. Сол кезде сізді өзі іздеп келеді. Демек ескеріп отырамыз көрермендер. Жақсы, қазіргі таңда сіз осы 25 хайскулда мектеп директорының орынбасары қызметін атқарып жүрсіз. Енді осыда алдағы жоспарларыңыз қандай? Жалпы білім саласын дамытуға, табысты жас маман ретінде қандай үлес қосқыңыз келеді? Енді жаңа айтқандай, қазір бір математикамен шектелмей, енді директордың оқу ішінде орынбасар болған соң, көбіне мектептің білім сапасы, басқа мектептерге қарағанда жаңағыдай білім деңгейі барлығы көбіне сол үшін біз жұмыс жасаймыз. Оқушылардың сабаққа деген қызығушылығын арттыру, оларға барынша пайдалы уақыттарын өткізу, пайдалы білім беру деген сияқты. Сонымен қатар маған басқа мектептердің директорларынан ұсыныс түсті. Яғни сол мектептің мұғалімдеріне жасанды интеллектіні үйретуде, жасанды интеллектіні насихаттауда семинарлар өткізу туралы. Ал одан кейін осы мектептің қолдау көрсетуімен, яғни біз ересектерге де жасанды интеллекті туралы курстар басталып жатыр. Сонымен қатар менің жеке жасанды интеллектіні именно бизнесте қолдану, бизнесті автоматтандыру, кәсібіңіздің жұмысын оңтайландыру мақсатында курстар жасалып жатыр. Сізге сәттілік тілейміз. Рахмет. Жұмыста табысты болыңыз, барлық мақсатыңызға, армандарыңызға жете беріңіз. Көп рахмет бізге келгеніңізге. Жақсы, сау болыңыздар. Жақсы, сау болыңыздар.